Сәлем достар. Үй жағдайында етті қалай тез дәрумендерін жоғалтпай ертуге болатынын айтатын боламын. Мүмкін бұны біреулер уже пайдаланып жүрген шығар енді. Сонда да біреуге қажет болып қалса, етті бататындай қылып ыдысқа жылы су құйып аламыз және 2-3 қасық тұз саламыз. Ас қасық жақсылап араластырамыз. Не үшін жақсылап араластыру керек? Өйткені тұз ерігенше араластыру керек. Өйткені тұз еттің барлық жеріне бір қалыпты қылып әсер ететіндей қылып араластыру керек. Тұздың ерігеніне көз жеткізген соң тоңазытқыштан алған, мына жерде қараңыздар, ет, қазір көресіздер, қатты ет, тоңазытқыштан шыққан, мұздап тұрған, прям мұздары бар ет қап-қатты. Оны саламыз. Батып тұру керек, міндетті түрде батып тұру керек. Содан кейін 30 минутқа қойып қоямыз, 35 минутқа. Ет жібиді. Мына жерде көрсеңіздер болады, міне ет жібіген, уже жұмсақ. Мына жерде менде 35 минут тұрды. Ет 10 сантиметр қалың, дәу ет. Әбден ерігені көрініп тұр. Енді неше түрлі тағам жасай берсеңіздер болады. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып келіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.